I'll think of you each ever the way. And Ağalar! Ne? Namız kaydı, namız. Sendirimiz var. Sen düşünmezsin de. Marat ağa. Şapakat ağa. Yeralaş ağa. Ata! Ken niye kızık görmezsin de şimdi? Osu da kızık mı? Kızık mı osu da? Vay vay ne getirdi? Çoğaltmam gerek Erzin dışı çiçek Şaydarman 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 Ширату сайысы. Алдарыңызда Техас КВН командасы және де Көз тимесін КВН командалары. Жұлдыздар өмірінде не болмайды?
Сонымен көз тимесінің жауабы. Жұлдыздар өмірінде не болмайды? Жұлдыз демекші, мысалға Азамат КВН жұлдызы. Азамат, сен білесің ба, менің қарындасым түсінде жүр екесің. Ой, тір жыл емес пе? Жоқ ой. Онда не алып жүрме оның түсінде? Жұлдыздар өмірінде не болмайды? Сонымен, адамзат баласы аяқ баспаған Сириус жұлдызының бетінде кеше 4 бірдей жарылыс болды. Бірақ осы күнге дейін ол жерге адамзат баласы жете алмаған. Сонымен, біздің комментаторымыз Айдос Өкібай бүгін сол жерден телефон шалып тұр. Алло, Айдос! Алло! Сириуста қалай өзі қазір? Суық болып жатыр, атам күфәйкісін беріп жіберіңдерші. Айдос, 4 жарылыс бір десем болды ма, жоқ әлде әрқайсысы кезек-мезек болды ма? Бірінші бір жарылыс болды да, кейін ана 3 жарылыс, соны көремей артынан соң арты жарылып кетті. Айдос, сен жарылыс болған жерде тұрсың ба? Жоқ, жарылыс мен болған жерде тұр. Қазір не істеп жатсыңдар? Пентагоннан өзбектерді әкеп Сириустың мақтасын тергізіп жатырмыз. Рахмет. Ал енді өзінің сұрағын қоятын көз тимесін КВН командасы. Халықтың жағдайы қалай? Техас. Халықтың жағдайы қалай? Халықтың жағдайы жақсы. Мақсат, қателесесің. Сайлау түк шіркін сол қыста болғанда ғой. Бәрімізге бір отан деген дубленка, айс деген бір норка, женшеме бір қалындырақ бір асар деген бір халат болар еді. Рахмет. Ал енді көз тимесін КВН командасының өзінің жауабы. Халықтың жағдайы қалай деген сұраққа біздің әкім жауап береді. Қарсы алыңыздар. Саламатсыздар. Жалпы халықтың жағдайына келетін болсақ, бұл осыдан 2 жыл бұрын халықтың бюджетінде 2 миллион теңге ақша бар тұғын. Құдайға шүкір, біз келгелі бері халықтың бюджетінде, яғни біздің бюджетте 15 миллион ақша болды. Ал сол ақша қайда кетіп жатыр? Әрине халықтың... Соткын қайда? Жаңа соткын таптың. Міне, халықтың жағдайы жақсы. Маған сотка подарить етіп отыр, не дейсіздер?